Қазіргі таңда анасымен қарым-қатынасы дұрыс болмай, анасын ренжітіп, анасының көңіліне қаяу түсіріп жүрген жандар бар. Мен бір қызық оқиға айтып берейін. Бір күні пайғамбарымызға бір кісі келіп, анасының мінезінің нашарлығын айтып шағымданады. Сонда пайғамбарымыз ол кісіге: "Анаң сені 9 ай 10 күн көтергенде мінезі нашар болмаған шығар" дейді. Сонда ол кісі: "Я Алланың елшісі, шынымен де анамның мінезі нашар" дейді. Сонда пайғамбарымыз: "Сені 2 жыл емізген кезде мінезі нашар болмаған шығар" дейді. Әлгі кісі тағы да: "Я Алланың елшісі, анамның мінезі сондай нашар, шынымен де сол үшін сізге шағым айтып келіп отырмын" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Сен үшін түн ұйқысын 4 бөліп, сені жалғыз тастап кетуден қорқып, сен жыламасын деп, құдықтан барып су алып іше алмаған кездерінде де сенің анаңның мінезі нашар болмаған шығар" дейді. Яғни бұны қазір дүкен, тағы да басқа жерлер сияқты нәрсемен салыстырмалы түрде алсақ болады. Сонда әлгі кісі: "Я Алланың елшісі, мен өзім ойлаймын, анамның алдындағы борышынан құтылдым" деп дейді. Сонда пайғамбарымыз: "Ол үшін не істедің?" деген кезде әлгі кісі: "Анамды арқама мінгізіп, қағбаны 7 рет тауап еткіздім" дейді. Сонда пайғамбарымыз күлімсіреп: "Анаңның бір толғағында өтей алмаған екенсің" дейді. Мінекей қадірменді ағайын, ананың қадір қасиеті осындай. Мына мәселені ұмытпағайсың бауырым. Сендегі берекенің бір ұшы анаңның көңілінде, анаңның разылығында жатыр. Ендеше анаңды ренжітпе.